Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен карамельді пирогты дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз терең ыдысқа ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды салып, бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қантты салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жұмсартылған бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолмен үгітіп, үгінді тәрізді масса жасаймыз. Осындай видеодағыдай бізде шығуы керек. Бір жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші формамызды майлап аламыз. Қамырды формаға салып, түбін және шетін біркелкі етіп шығамыз. Бөлек ыдысқа вареная сгущенкамен қаймақты қосып, жақсылап миксермен немесе қолмен араластырамыз. Оның үстінен енді қантты, ванильді қантты және жүгері крахмалын салып, біртекті масса болғанша миксермен немесе қолмен араластырамыз.
Енді жұмыртқамызды салып, біртекті масса болғанша миксермен немесе қолмен араластырамыз. Дайындалған салманы қамырдың үстіне құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 160-180 градустағы температурада шамамен 30-35 минутта пісіреміз. Пештен алған соң толық суытып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойған дұрыс. Сонда салмасы жақсы қатып шығады. Нәтижесінде өте нәзік, карамель дәмі бар керемет пирог шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер.